Ағылшын тілінің 31-ші сабағы. Осы сабақта біз негатив префикстармен танысамыз. Префикс деген қазақша айтқанда сөз алды қосымша дегенді білдіреді. Біз бүгін an, ir, il, im, in, this, non сияқты префикстармен танысамыз. Бұл префикстар, яғни сөз алды қосымшалар түбір сөздің алдына қойылғанда сөздің болымсыз түрін жасайтын, яғни болымсыздық мағынаны білдіретін сөздерді жасайтын префикстар болып табылады. Сонымен үйренейік. Сонымен бірінші префикс түрі an деген префикс. Мысалы, fair деген сын есімді алайық, әділетті деген мағынаны білдіреді. Ал an деген сөзді fair сөзінің алдына қоятын болсақ, яғни unfair деп айтатын болсақ, әділетсіз деген мағынаны білдіретін сөз жасайды. Әрине, әділетсіз дегенді not fair, яғни әділетті емес деп те айтуға болады, бірақ осындай ағылшын тілінде префикстарда пайдаланылады. Келесі forgettable, ұмытылатын деген мағынаны білдіретін сын есім, және егер an сөзін қоятын болсақ, unforgettable, ұмытылмас деген мағынаны білдіреді. Interesting, қызық, uninteresting, қызық емес. Able деген қабілетті деген сөз, ал unable деп айтатын болсақ, қабілетсіз деген мағынаны білдіреді. Usual деген әдеттегі, ал unusual әдеттегі емес, басқаша деген мағынаны білдіретін сын есім болып табылады. Comfortable, ыңғайлы, ал егер an сөзін, яғни an префиксін сөздің алдына қоятын болсақ, uncomfortable дейтін болсақ, онда ыңғайсыз деген мағынаны білдіретін сын есім болады. Reliable, сенімді, unreliable, сенімсіз. Successful, сәтті, unsuccessful, сәтсіз деген мағынаны білдіреді. Бұл an префиксі барлық сын есімге пайдаланбайды, тек кейбір сын есімдерге де ғана пайдаланатын префикс түрі. Осы префикстармен мысал жасап көрейік. Was unfair game. Бұл әділетсіз ойын болды. A visit to Morocco is a truly unforgettable experience. Мароккоға сапар шынымен де ұмытылмас тәжірибе. We had snow in April, which is very unusual. Бізде сәуірде қар жауды. Which is дегені сол қар жауғанды айтып тұр. Қар жауған бізде әдеттегіден тыс нәрсе. John and James are brothers. John is reliable, you can trust him to do anything you ask. James, on the other hand, is unreliable, you cannot rely on him. Джон және Джеймс аға інілер. Джон сенімді адам, өйткені оған кез келген нәрсені сұрасаңыз, сол бойынша оған сенуге болады. Ал Джеймс болса, on the other hand деген бір жағынан дегенді білдіреді. Бір жағынан Джеймс сенімсіз, оған сенуге болмайды. Оған сүйенуге болмайды деген мағынаны білдіреді. Келесі мысал. His attempt to break the world record was unsuccessful. Оның жаңағы әлемдік рекордты бұзамын деген тырысуы сәтсіз болды деген мағынаны білдіреді. Келесі префикс, негатив префикстің түрі ill деген сөз. Көбінде бұл префикс l әрпінен басталатын сын есімдерде қолданылады. Мысалы, legal, illegal, заңды, заңсыз, literate, illiterate, сауатты және сауатсыз, logical, illogical, логикаға сәйкес, яғни ақылға сәйкес дегені, illogical, логикаға сәйкес емес дегенді білдіреді. Мысалдар жасап көрейік. They were involved in illegal activities. Олар заңсыз істерде болды, яғни заңсыз істерді жасады деген мағынаны білдіретін сөйлем. It is illogical to assume you can do the work of 3 people. Ақылға симайды. Не симайды? 3 адамның жұмысын жасаймын деген ойың сенің ақылға симайды деген сөйлем болып табылады. Келесі префикс түрі im деген префикс. Бұл префикс көбінде m немесе p әрпінен басталатын сын есімдерде қолданылады. Сонымен үйренейік. Moral, immoral. Адамгершілікке сәйкес, ал мынау адамгершілікке жат дегенді білдіреді. Mature, immature. Есейген, есеймеген. Patient, impatient. Шыдамды, шыдамсыз. Perfect,
кемеліне жетіскен, яғни кемел дегенді білдіреді. Imperfect деген жетістікке жетпеген, яғни кемеліне жетіспеген деген мағынаны білдіретін сөз. Possible мүмкін, impossible мүмкін емес деген мағынаны білдіреді. Әрине, жалпы сөздің болымсыз түрін жасау жалпы оңай, өйткені біз immoral емес, not moral немесе not patient деп те айтуға болады, яғни шыдамды емес деп. Бірақ осындай префикстар ағылшын тілінде пайдаланылады. Яғни кейбір сөздерде осы префикс арқылы біз сөздің болымсыз түрін жасай аламыз. Мысалдар жасап көрейік. I want to speak to Mr. Franks. I'm afraid that's impossible. Мен мистер Фрэнкпен сөйлесейін деп едім. Ал жауабы I'm afraid деген қорқамын деген мағынаны білдіреді, бірақ жалпы ағылшын тілінде бұл тіркес көп пайдаланады. Менің ойымша бұл мүмкін емес деп бірден аударсақ болады. Яғни мистер Фрэнкпен сөйлесу мүмкін емес. The conversation was limited by my imperfect Spanish. Біздің әңгімеміз, conversation деген әңгіме, шектелді. Немен шектелді? Менің керемет емес испан тілімен шектелді. Яғни менің испан тілім деңгейі күшті әңгіме жүргізуге жеткен жоқ деген мағынаны білдіретін сөйлем. Келесі сөйлем. Мысалы, he still acts like a child. He is so immature. Ол әлі өзін бала сияқты әрекет етеді. Яғни өзін бала сияқты ұстайды. Ол әлі есеймеген ғой, сондай есеймеген адам деген мағынаны білдіретін сөйлем. Келесі негатив префикстің бірі in деген префикс. Мысалы, мына сөздерде қолдансақ болады. Eligible деген хақысы бар, жарамды деген мағынаны білдіретін сөз. Ал ineligible десе хақысы жоқ, немесе жарамсыз деп пайдалануға болады. Контекстте әртүрлі мағынада пайдалануға болады. Accurate, inaccurate. Нақты және нақты емес, немесе тиянақты, тиянақсыз. Яғни accurate деген тиянақты, дәл деп аударуға болады. Inaccurate дегенді тиянақсыз, шын емес мағынасында пайдалануға болатын сөз. Decent, indecent. Decent деген тәрбиелі, әдепті дегенді білдірсе, indecent деген тәрбиесіз, әдепсіз мағынасын білдіретін сөз болады. Sane деген ақылға сәйкес, ал insane деген ессіз, ақылсыз деген мағынаны білдіретін сын есім. Мысалдар жасап көрейік. The whole idea sounds insane to me. Мына айтып отырған идеяң түгелімен маған ақылсыз, ессіз болып көрінеді деген сөйлем. A lot of what has been written about him is inaccurate. Ол туралы жазылған көп нәрсенің бәрі нақты емес, шын емес мағынасындағы сөйлем болып табылады. Келесі префикс түрі ir префиксі. Бұл префикс көбінде ар әрпінен басталатын сын есімдерде қолданылады. Мысалы, rational, irrational. Рационалды, рационалды емес. Regular, irregular. Тұрақты, жүйелі дегенді білдірсе, irregular деген тұрақсыз, жүйесіз дегенді білдіреді. Resistible деген қарсы тұра алатын, ал irresistible деген қарсы тұра алмайтын мағынасында қолданылатын сын есім. Responsible жауапкершілігі бар, ал irresponsible деген жауапкершіліксіз, жауапкершілігі жоқ деген мағынаны білдіретін сын есімдер. Мысал жасап көрейік. He is fun but totally irresponsible. Ол өзі қызық мінезді, күлдіргі адам деген мағынасына пайдалануға болады. Бірақ түгелімен жауапкершіліксіз адам деп аударсақ болады. College teachers may have unusual contracts of employment. That means they often work irregular hours. Колледж мұғалімдерінің контрактілері, жұмыс контрактысы әдеттегіден тыс, яғни басқаша болуы мүмкін, яғни өзгеше болуы мүмкін деген мағынаны білдіретін сөйлем. That means дейді, ол білдіреді, нені білдіреді? That they often work irregular hours. Олардың жұмыс уақыты тұрақсыз, яғни тұрақсыз жұмыс істейтін, жиі тұрақсыз жұмыс істейтін білдіретін контракт мағынасындағы сөйлем. The table was covered with irresistible chocolate desserts of all descriptions. Дастархан немесе үстел деп айтуға болады. Түгелімен дастарханда көптеген барлық сипаттамаларға сәйкес келетін шоколадты десерттерге толы
мағынасындағы сөйлем. Ал irresistible деген қарсы тұра алмайтын, яғни жегің келетін, бірден жегің келетін шоколадты десерттерге толы дастархан мағынасындағы сөйлем. Одан басқа this немесе non сияқты префикс түрлері де кездеседі. Мысалы honest, dishonest шынайы, ал dishonest деген шынайы емес, бір опасыз мағынасындағы сөз. Essential деген мәнді, мағыналы, маңызды дегенді білдірсе, non-essential деген маңызсыз, қатты жаңағы елеулі емес деген мағынаны білдіретін сөз болып табылады. Мысал жасап көрейік. Some firms will be told to sell off non-essential assets to cut their debt. Кейбір фирмаларға өзінің жаңағы қарызын қысқарту үшін қатты маңызды емес активтерін сату айтылады мағынасындағы сөйлем. I don't think he was being dishonest. He just didn't know the truth. Менің ойымша, ол опасыздық танытып жатқан жоқ, яғни мен оның опасыздық танытып жатыр дегеніне сенбеймін, олай ойламаймын деген сөйлем. He just didn't know the truth. Ол тек қана шындықты білмейді деп аударсақ болады. Ағылшын тілінде мұндай префикстар тек сын есіммен ғана қолданылмайды. Бұндай префикстарды біз етістікпен немесе зат есіммен де көре аламыз. Мысалы, agree деген сөз алайық, бұл етістік, келісу деген мағынаны білдіреді, ал disagree келіспеу, комфорт деген ыңғайлық таныту, ыңғайына келу дегенді білдірсе, discomfort деген ыңғайсыздық таныту деген мағынадағы етістік. Appear деген пайда болу, ал disappear жоғалу мағынасындағы етістік болып табылады. Келесі fiction, sense деген сөздер зат есімдер. Мысалы, fiction деген көркем әдебиетті білдірсе, non-fiction ғылыми әдебиет немесе non-fiction сөзін біз деректі фильм, деректі киноларда сол заттарды айту үшін пайдаланатын сөз болып табылады. Sense, nonsense деген шатпақ, сандырақ дегенді білдірсе, sense деген ақыл, дұрыс мағынадағы нәрсе деген зат есім болып табылады. Мысал жасап көрейік. A lot of people think that capitalism is the only system that works, but I disagree. Көп адамдар ойлайды, капитализм ол жұмыс істейтін жалғыз жүйе деп, бірақ мен оған келіспеймін деген сөйлем. The sun had disappeared behind the cloud. Күн бұлттың артында көрінбей кетті деген мағынадағы сөйлем. Nobody cares about me. That's absolute nonsense, Mary. Мэри айтып жатыр, мен туралы ешкім ойламайды дейді, ал оған жауап беріп жатыр. Бұның айтып тұрғаның нағыз сандырақ, шатпақ, Мэри деп жауабы осылай. Яғни префикстарды біз кейде етістікпен де, зат есіммен де көре аламыз. Келесі мына сөздерге қарайық. Indulge, insist, important, discuss, universe, involve, irrigate деген. Бұл сөздер in, this, an, ir сияқты префикс тен басталатын сөздерге ұқсағанымен, бұл сөздер негізі префикс қолданылмай өздерінен жеке дара сөз болып тұрған сөздер, яғни барлық осы in, irдан басталатын сөздердің барлығы префикс екен деуге де болмайды. Мысалы, мына сөздерге қарақ, important деген маңызды дегенді білдіреді. Бұл ешқандай префикс арқылы жасалып тұрған сөз емес, бұл өзі жеке дара сөз. Мысалы, indulge деген мағынасы еркелігін көтеру деген мағынадағы сөз, insist деген өз айтқаныңда тұрып алу, discuss деген талқылау, universe деген әлем, involve деген бір нәрсенің қатысу, бір нәрсенің ішінде болу деген мағынадағы сөз болып табылады. Irrigate деген суғару. Яғни бұл сөздер ешқандай болмыстық мағынадағы немесе префикс арқылы жасалып тұрған сөздер емес. Бұл сөздермен де мысал жасап көрейік. The water in Lake Powell is used to irrigate the area. Паул көліндегі су осы аймақты суғаруға қолданылады. Let's discuss this problem. Мына проблеманы талқылайық. She asked some important questions. Ол өте яғни маңызды сұрақтарды, біраз маңызды сұрақтарды сұрады деген сөйлем. Яғни кейбір сөздер ол префиксіз өзі жеке дара болып тұрған сөздер, сондықтан айырмашылығын білу керек, және айырмашылығын жалпы біз практика негізінде білеміз. Яғни кейбір сөздер
префикс арқылы жасалса, кейбір сөздер ондай ешқандай префиксіз өзі жеке дара болып тұрған сөздер болып табылады. Осы сабақта negative prefixes, яғни сөздің болымсыз түрін жасайтын префикстармен таныстық. Бұндай префикстар жалпы барлық сын есіммен қолданылмайды, тек қана кейбір сын есімдермен қолданылатын префикстар, және атауы айтып тұрғандай негатив деген, яғни сөздің болымсыз түрін жасайтын префикстар болып табылады. Біз бүгін an, ir, il, im, in, this, non сияқты префикстармен таныстық, олармен мысалдар жасап көрдік.